Қарбыздан өте дәмді ерекше болатын вареньяны, яғни тосапты қалай жасағанымды білгіңіз келе ме? Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Үйде бала-шағамызбен отырып жеген қарбызымыздың бір жарты бөлігін осылай таза болған алып, сыртын ашып алып, әдемілеп өзіңізге қалаған формада, негізі осы формада тураған өте ыңғайлы. Мінекей көріп тұрсыздар, сыртын алып тастаймыз мұсырға. Сырты керек емес бізге. Ішін осылай турап алып, туралған қарбыздың үстіне суық су, яғни мұздай суымызды беті көмілгенше құямыз да, пищевой сода, яғни ас содасын 2 қасық саламыз. 2 ас қасық ас содасын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей 1 сағаттан кейін жақсылап 3 рет таза суға жуып аламыз. Яғни ас содасын тазалап төк тастаймыз да, 3 рет жақсылап шайып, басқа ыдысқа осылай сүзіп аламыз. Мен сіздерге осы қанша килограмм шыққанын көрсетейін дедім. Менде 2 кило болыпты. Енді біз қарбызды қайнататын сироп жасап аламыз. Ол үшін біз ыдысқа, мүмкін сіз қазанға қайнатсаңыз да болады, маған осы кастрюль ыңғайлы. Мен бұған 1,5 литр су құйдым. Бірақ суы өте көп болып кетіпті. 2 килоға жарты кило, болмаса 800 грамм су жетеді екен. Соған 1 кило сахар, яғни құмшекер салдым. 2 кило салсаңыздар да болады, егер қатты тәтті болсын десеңіздер. Шекерді салып, жақсылап араластырамыз қайнағанша. Қайнаған сироптың үстіне осылай 1 ас қасықты толтырып лимонная кислота саламыз. Осы 1 пачкасының өзі 1 қасық шықты, 1 ас қасық. Жақсылап араластырып, қайнап тұрған сироптың үстіне біз жаңағы жуылған қарбыздарымызды саламыз. Яғни жуылып дайындалған қарбыздарымызды салатын боламыз. Қарбыздарымызды салып болғаннан кейін үстіне осындай гвоздика, яғни қалампыр деп айтылады. Осы гвоздикадан 4-5 штугын ғана салып, жақсылап араластырып, бір бұрқ еткізіп қайнағанша бетін жауып қоямыз. Осы қайнап жатырған кезінде кішкене бір басқаша бір иіс шығады. Ол иістен қорықпаңыздар. Кішкене неприятный запах дейміз ғой. Сондай кішкене бір басқаша иіс шығады. Кейін бұл қайнағаннан кейін ол иіс өзінен өзі жоқ болып кетеді. Дәл осылай бір бұрқ еткізіп қайнатып, бетін жауып, оттың астын бәсеңдетіп 3 сағат қайнатамыз. Жай алауда 3 сағат қайнатамыз. Жай алауда қайнаған вареньяны 3 сағаттан кейін өшіріп, мен түнгіге қойдым, себебі қатты ұйқым келіп тұрған еді. Бұның астын өшірген кезінде түнгі сағат 12 еді. Егер мен бұны қысқа сақтаймын деп қайнатқан кезімде сразу банкаға жауып тастайтын едім. Жоқ, бұл мен бірінші рет, яғни пробаға, өмірімде бірінші рет қарбыздан варенье жасап көрейін деп үйге жеуге жасаған едім. Сол себепті түнге қалдырдым. Таңертең міне дәл осындай әдемі қарбыздың вареньясы менен мен үйдегілерге шай бердім. Және де қалған вареньяларды дәл осылай банкаларға салып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып қойдым. Холодильникке салып, күнде жеген кезінде беруге өте ыңғайлы болғандықтан осындай майда ыдыстарға салдым, банкаларға. Ал сіздер қысқа дайындайтын болсаңыздар, кәдімгі варенье жабатындай үлкен банкаларға, 1 литрлік банкілерге салып жапсаңыздар болады. Мінекей дәл осындай қарбыздан ойламаған жерден тиктоктан көріп, өмірімде бірінші рет қарбыздан варенье жасап көрдім. Дәмі өте керемет болады. Балдарыма таңғы шайда қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий бөліміне жасасаңыздар, ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ас болсын, кәделеріңізге жарасын.